Саламатсыздар ма? Сіздерді жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Бүгінгі сабағымызда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің бірінші бөлімінің алғашқы сабағын бастаймыз. Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік бөлімі, сабақтың тақырыбы әлеуметтік мәселе туралы не білесің? Сабақтың мақсаты мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, тиісті ақпаратты анықтай білу, грамматикалық амонимдерді ажырата білу, ауызша және жазбаша дұрыс қолдану. Мына суреттерге қарап, бүгін сабақта қандай ақпаратпен танысатынымызды болжап көрейікші. Сендердің дұрыс болжам жасай алғандарыңа сенімдімін. Әдетте біз қоғамдағы адамдардың бәрі бірдей десе де, жоқ, олар бірдей емес десе де келісіп жатамыз. Бірақ бұл тек жалпы ұғымдар ғана. Себебі қоғамдағы адамдар бір-бірінен білімі, мамандығы, жұмыс орны, қызметі, лауазымы, тағы да басқа көптеген ерекшеліктеріне қарай жіктелетінін жоққа шығара алмаймыз. Нәтижесінде адамдар арасында қоғамдық және әлеуметтік теңсіздік пайда болады. Сонда біз тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатқан жоқпыз ба? Әрине, біз еліміздің конституциясы, яғни ата заңы алдында бәріміз бірдейміз және тең құқылымыз. Сабақтың тақырыбын анықтап алған болсақ, жаңа сөздермен танысайық. Әлеумет, халық, жұрт, ел, көпшілік, қауым дегенді білдіреді. Қоғам, мәдениеті ортақ, бір аумақта тұратын және өздерін біртұтас санайтын адамдар тобы. Теңсіздік, мұнда, яғни бұл жерде әлеуметтік топтардың әртүрлі мүмкіндіктері деген ұғымды білдіреді. Жіктеу, объектілерді нақты белгілеріне сәйкес үйлестіру, бөлу, топтастыру жүйесі. Сабақтың лексикалық бөлім бастамастан бұрын мына тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма. Төменде берілген ғылым салалары қандай мәселені зерттейді? Ғылым саласы мен зерттеу нысанын сәйкестендіріңіз. Тапсырмада педагогика, психология, тіл білімі, антропология, әлеуметтану, археология терминдері ұсынылып отыр. Бұл айтылым тапсырмасы, сондықтан жауаптарыңды сан мен әріпті сәйкестендіру арқылы да орындауға болады. Екінші тапсырма. Бұл тапсырмада мәтін үзінділерін мұқият тыңдап, сұрақтарға жауап беру арқылы болжам жасайсыңдар. Ендеше мәтінді тыңдайық. Әлеуметтік стратификация қоғамның әлеуметтік жіктелуі. Адамзат қоғамы әлеуметтік құрылымы жағынан бірдей болмайды. Бірақ қоғамда өмір сүріп жатқан адамдардың арасында теңсіздік болуы заңды құбылыс. Мұндай теңсіздіктің салдарынан қоғам мүшелерінің әлеуметтік жүйедегі алатын орындары да бірдей болмайды. Жекелеген тұлғалар мен адам топтарының арасында әлеуметтік жіктелу бар. Қоғам мүшелерін әлеуметтік деңгейіне қарай жіктегенде бірқатар өлшемдер басшылыққа алынады. Қалай ойлайсыңдар? Әлеуметтанушылар қоғам мүшелерін әлеуметтік деңгейіне қарай жіктегенде қандай өлшемдерді басшылыққа алады? Сендердің дұрыс болжам жасағандарыңа сенімдімін. Ендеше жауаптарыңды түпнұсқамен салыстырып, мәтінді одан ары қарай мұқият тыңдап, келесі сұраққа жауап береміз. Мысалы, табыстарының көлемі, білімдерінің деңгейі, мамандықтағы мәртебесі, билікке қатынастары. Қоғам мүшелерінің арасында әлеуметтік теңсіздіктің табиғатын, себептерін, оның заңды құбылыс ретіндегі мәнін түсінуде әлеуметтану ғылымының, оның ішінде әлеуметтік стратификация теориясының маңызы зор. Стратта деген геология термині жердің құрылымындағы қабаттарды анықтауға байланысты қолданылады. Ал қоғамға байланысты ол терминді қазақ тілінде қабат дегеннен гөрі
жік деген ұғымды пайдаланғанымыз жөн. Біз тарихтан қоғамның әр даму сатысына тән түрлі стратталардың болғанын білеміз. Қоғамдағы адамдарды стратталарға жіктеудің тарихи үш типі белгілі. Қоғамдағы адамдарды стратталарға жіктеудің қандай үш түрі бар? Енді жауаптарыңды түпнұсқамен салыстырыңдар. Олар касталар, сословиелер, таптар. Қалай ойлайсыңдар? Әлеуметтік теңсіздікті жойып, теңдікті жариялауға бола ма? Әлеуметтік мәселелерге нелерді жатқызар едің? Отбасы мәселелері әлеуметтік мәселеге жата ма? Неге? Орынды пікірлер айтылды деп ойлаймын. Осылайша біз бүгінгі сабағымыздың лексикалық бөлімін қорытындылай келе грамматикалық тақырыпқа көшеміз. Лексика, грамматикалық амонимдер. Қазақ тіліндегі амонимдер мағыналары мен формаларына қарай лексикалық, лексика грамматикалық және аралас амонимдер болып үшке жіктеледі. Лексикалық амонимдер бір ғана сөз табына қатысты болады да, барлық жағдайда бірыңғай тұлғада айтылады. Мысалы, ара, ол жәндік және ағаш аралайтын құрал. Лексика грамматикалық амонимдер әр түрлі сөз табына қатысты болғандықтан, түбір тұлғасында амоним болады да, қалған уақытта әр сөз өзіне тән тұлғаларда түрленіп, өзгере береді. Мысалы, жүз сөзі біріншіден адамның бет әлпеті, екіншіден пышақ, ұстара, тағы да басқа заттардың өткір жағы, үшіншіден саяси экономикалық термин, төртіншіден 99-дан кейінгі сан, бесіншіден суда қозғалу, малту дегенді білдіреді. Аралас амонимдер жоғарыда аталған екі топтың да ерекшелігін қамтиды. Мысалы, ақ сөзі біріншіден сүттің, қардың түсіндей аппақ түс. Екіншіден шын, тура, ақиқат дегенді білдіреді. Үшіншіден судың өз арнасымен бір қалыпты жылжуы. Төртіншіден күшейтпелі жалғау мағынасындағы демеулік. Келесі тапсырма грамматикалық дағдыны жетілдіруге бағытталады. Үшінші тапсырма. Төмендегі сөйлемдерді оқып, құрамындағы лексика грамматикалық амонимдерді тауып, мағыналарын ажыратыңыз. Қоғам, іштей халықтың өмір сүру деңгейіне қарай бірнеше әлеуметтік тапқа бөлінеді. Атасы күй тартты. Қашанда елді ер бастайды. Ол топ ішінен өзіне керегін тапты. Халық оның соңынан ерді. Үстем тап халықты билейді. Туыстары күйлі тұрады екен. Жауабымызды тексерейік. Тап сөзі біріншіден үлкен әлеуметтік топ, екіншіден іздегенін кездестірді, кезіктірді дегенді білдіреді. Күй сөзі біріншіден музыкалық, халық аспаптарында ойнауға арналып жазылатын музыкалық шығарманың бір түрі. Оны қазақ халқының аспаптық пьесасы деуге де болады. Екіншіден адамның күн көрісі, жай жағдайы, тұрмысы. Ер біріншіден азамат, ер адам мағынасында. Екіншіден біреудің соңынан ілесу, бірге еріп жүру дегенді білдіреді. Бүгін сендермен мәтін үзіндісін тыңдау арқылы болжам жасау, грамматикалық амонимдерді ажырата білу дағдымызды жетілдірдік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.